үй жағдайында блинчик жасайтын боламыз. Ыдысқа жұмыртқаны жарып, араластырып аламыз. Мен көбірек істедім. Сіздер 2 или 4 жұмыртқа алып, араластырып істесеңіз болады. Сосын 1 стакан қант қостым. Егер тәтті қылам десеңіз, көбірек қосыңыз. Сосын 1 ас қасық тұз салдым. Әбден араластырдым. Сосын комнатный температурада сүтті құйып, онымен кесектесіп салып отырдым. Мен 600 грамм сүт, 600 грамм ұн қостым. Сіздер 400 или 200 граммдап қосып отырсаңыздар болады. Одан соң қайнаған ыстық суды құйып араластырдым. Содан соң сұйық май қостым. 9 ас қасық сұйық май қостым. Сіздер 6 қасық, 3 қасық қоссаңыздар болады. Әбден араластырып, сұйық болғанша араластырдым. Сосын сковородкаға бірінші сары майды жағып, қыздырып алдым. Сосын блинчикті құйып, сары болғанша бетін ауыстырып отырдым. Сосын әрбір блинчикті сары маймен майлап отырдым. Ал ас болсын, жасап көріңіздер. Мені белгілеуді ұмытпаңыздар. Рахмет.